Балаға ит көйлек кигізу. Дүние есігін ашқан сәбиге ең алғаш тігісін сыртына қаратып киім тігіп кигізеді. Бұл киімнің атын ит көйлек немесе ит жейде деп атаған. Киімнің бұлай аталуы жайында мынадай қызық аңыз бар. Тәңірі тағала адамның мүсінін жасағанда оның кіндігінен алынған бір шөкім балшықтан итті жаратады. Иттің үнемі адамнан айырылмай, қайда барса да иесінің мал мүлкін қорып, адамға серік болып жүретін себебі сол екен. Кіндік балшығынан жаралған соң, алғашында оның терісі түксіз, жалаңаш болыпты. Адам ата жаралған соң, оны 40 күн, 40 түн ит күзетіпті. Ібліс адамға жақын келіп, «Алла, сені несіне жаратқан? Түрің құрсын», деп адамның бетіне түкіріп жібереді. Сол сәтте ит адамды қорғап, Ібліске тап береді. Ібліс итке ашуланып, қаһарын төгеді. Іблістің қаһары асып түсіп, ит тоңып өледі. Алла тағала иттің ерлігіне риза болып, оны қайта тірілтіп, денесін жүні қалың терімен қаптайды. Адамның шаңырағынан мекен береді. Ал Ібліс адам бетіне түкіргендіктен адам әр түрлі кеселге шалдығатын болыпты. Ит адам ата мен Хауа ана жер бетіне түскен кезде де алғаш рет соларға сенімді серік болыпты. Оларды бәле жаладан, қауіп қатерден құтқарып қорғап болған екен. Жаңа туған баланы да пәле жаладан қорғасын деп ит көйлек кигізіп, ырымдау содан қалыпты. Ит көйлекті бала қырқынан шыққанша кигізеді. Оны шыт, сиса бәтес, бөз сияқты жұмсақ маталардан жасайды. Тысын сыртына қаратып, шетін бүкпей пішеді. Жағасын ойып, өңіріне баланың басын сиятындай етіп, тік тілік жасайды. Баланы қырқынан шығарғасын, ит көйлекті далаға тастамайды. Дауға барған адамдар, жауға шапқан батырлар баласының ит жейдесін қойнына тығып, өзімен бірге ала жүрген. Себебі көйлек қауіп қатерден, бәле жаладан сақтайды деп ырымдаған. Баласы жоқ әйелдерге ит көйлекті ырым етіп береді.